Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы 8-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының көркемдік құндылығы. Оқу мақсаты: шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу. Сабағымызда күтілетін нәтиже: шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазады. Сұрақтарға жауап бер. Поэмада көтерілген мәселе не? Ананы аққуды атуға итермелеген қандай күш? Поэма сендер ойлағандай аяқталды ма? Тәуіп деген кім? Тәуіптің айтқан емі қазіргі медицинаға жатады ма? Келесі тапсырма: бұл кімнің сөзі? Семантикалық карта. Берілген кейіпкерлердің сөздерін семантикалық карта арқылы сәйкестендіру. Кейіпкерлер: ана, әке, тәуіп, жылқышы және олардың сөздері. Өзіңді тексер тапсырмасы. Сәйкестендіріп көрейік. Аққу мен баланы аластаңдар. Бұл тәуіптің сөзі. Келесі: ей, кімсің? Кеудеңде жаның бар ма? Бұл сөз жылқышының сөзі. Келесі: тұрсаңшы, таяу қалды таң атуға. Неткен жансың, санасыз жаратылған. Бұл ананың сөзі. Апырай, қалай барам, атармын аққу қысты қалай ғана. Бұл әкенің сөзі. Келесі: әдеби эссе. Әдеби эссе түрлерінің ішіндегі ең күрделісі. Ол жазылу мақсатына қарай әдеби талдау эссе, әдеби сыни эссе, әдеби синтез эссе, әдеби дәлелдеме эссе, әдеби салыстырмалы эссе, әдеби шығармашылық эссе болып бөлінеді. Әдеби эссенің әр түрінің жазу әдістері бар. Әдеби талдау эссені туындыға талдау жасай отырып жазады. Әдеби сыни эсседе автор көзқарасына, автор бейнесіне, автор үлесіне сыни көзқарасын, пікірін білдіріп жазады. Әдеби синтез эсседе бір тақырыптың бірнеше туындыға көрінісін талдай келе шешім шығарады. Шешіміне талдау жүргізе отырып қорытындыға келеді. Әдеби дәлелдеме эсседе өз ұстанымын көрсете отырып, аргументтер арқылы дәлелдеп жазады. Әдеби салыстырмалы эсседе туындыны басқа туындымен және сол туындыдағы кейіпкерлерді, оқиғаны салыстыра отырып талдап жазады. Әдеби шығармашылық эсседе көркем туындыдағы оқиғаны өз шығармашылығымен оқиға тудырып және кейіпкер рөліне еніп немесе оқиға уақытына, мекеніне түсіп, сезімін, ойын, жай-күйін баяндап, сипаттап, суреттеп жазады. Әдеби эссенің әр түрінің мақсаты, жазылу ерекшеліктері бар. Мақсат, жазылу ерекшеліктері эссе тақырыптары арқылы айқындалады. Бізге берілген кері байланыс тапсырмасы: әдеби талдау эссе жазыңыз. Эссе тақырыбы: Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасындағы құндылықтарды гуманистік тұрғыдан талдап жазу. Сөз саны 60-70. Ескертетін жайт: бізде құндылық және гуманизм сөздерінің мағынасын ашып алайық. Құндылық — қандай да бір нәрсенің мәнділігі, маңыздылығы. Гуманизм — адамгершілік, адамға деген сүйіспеншілік идеясын бейнелейтін көзқарас. Және бүгінгі сабағымыз аяқталды. Кері байланыс тапсырмасын міндетті түрде орындап жібереміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.